Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Достар, сіздер білесіздер, мен Америка құрама штаттары Канадаға жұмысқа, оқуға, виза менен, легализация, құжат жасау менен айналысамын. Және сіздердің араларыңызда көпшіліктеріңіз Канадаға, Америка барларыңыз келеді, жұмыс жасауға, өмір сүруге, былайша айтқанда енді ақша табуға. Және сіздер білесіздер, мен бұл жолдан жақсылап өткендігімді, өзім өмірімнен өткендігін және осы уақытқа дейін көптеген адамдарға көмектесіп жатқандығымды. Сіздер оны білесіздер, хабардарсыздар. Және де соған байланысты WhatsApp-қа жазып жатасыздар. Абди, Америкаға барғым келеді, көмектес деп. Енді мен осыған дейін өте көп түрлі жолдарды пайдаландым. Сіздерге жақсы кәсібилі түрде кеңес беріп, барлығын айтып, түсіндіріп деген секілді. Бірақ шынайы келгенде мен де көбірек адамдарға көмектескім келеді. Барынша көбірек адамдарды охват жасап қамтығым келеді. Соған байланысты әртүрлі стратегияларды қолданамын, іздеймін, оқимын, өзімнің тәжірибемде пайдаланамын деген секілді. Соған байланысты ең бірінші қазір жасаған нәрсем бұл YouTube-та видеолардың астарына сілтемелер қалдырдым. Сол жерде яғни менің Америкаға жасайтын бүкіл қызметтерімнің сіздерге керек болса да, керек болмаса да, мүмкін 1-2 жылдан кейін керек болсын, сол бүкіл қызметтердің прайс-листін, бағасын жасап қойдым. Чтоб сіздер танысып білу үшін. Сосын сол прайс-листте, прайста екі түрлі бағаны қостым. Біреуі кішкене қымбаттау, екіншісі кейбір жерде $100, $50, $200, $300, кейбір жерлерде $500 арзандау. Дәл сол қызметті екі түрлі бағасымен қосып қойдым. Қазір мен барлығын сіздерге айтып түсіндіремін. Және де ең бірінші, сол прайста көрсетілген ең бірінші консультация, ақылы консультация деп жазып қойдым да. Яғни ақылы консультация алған адамдарға бөлек баға жүреді, арзандау. Ақылы консультация алмаған адамдарға бөлек баға жүреді деп сөйтіп жазып қойдым. Осыған байланысты көпшілік адамдар дұрыс түсінбей жатыр. Қараңыздар, сіздер мысалы Америка, Канадаға, басқа елдерге барларыңыз келеді, агентстволарға хабарласасыздар, қоңырау шаласыздар, сосын олар сіздерге тегін консультация береді. Болмаса өмірде қандай жерде қызмет алмасаңыздар да, қандай бір компанияға жүгінбесеңіздер де, барлық жерде тегін консультация бере береді. Бірақ бұл жерде мәселе тегін консультацияда, ақылы консультацияда басқа да емес. Менің өзімнің опытымда істеп жатқан консультация арқылы еш нәрсені шеше алмаймыз. Мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап бере беретін болсам, біз еш нәрсені шеше алмаймыз. Менің әрбір жасап жатқан видеоларымдағы посылдар қандай, не нәрсені айтқым келеді. Ол кел, міне, виза жасауға болады, визаны кез келген адам ала алады, жұмыстар бар істеуге болады, заңды түрде істеуге болады, айына хоть $5,000 бастап $10,000 дейін өзің қолыңнан не келеді, өмірде нені көргесін, қандай нәрсеге дейін бара аласың, соған байланысты табыстар кете береді деп. Сол нәрсені жеткізуге болады, ол реальна нәрсе деп. Енді бұл жол өте тарам-тарам, күрделі, өзінің бір нюанстар бар, специфический. Сіздерге оны бір түсіну үшін кішігірім уақыт керек. Сол себепті сіздер консультацияға жазыласыздар, мен айтып барлығын түсіндіретін болсам, біз оны менен көп нәрсені шешпейміз, көп нәрсеге бара алмаймыз. Ал енді мен ұсынып жатқан ақылы консультация деген не нәрсе ол? Ақылы консультация деген бұл сіздер действительно қараңыздар, бағанағы мен айтқан виза алуларыңыз келеді, Америка немесе Канадаға барларыңыз келеді, заңды түрде ол елдерде жұмыс жасағыларыңыз келеді. Мен айтып жатқан, көрсетіп жатқан зарплаталарды алғыңыз келеді, болды. Осы нәрсені істегілеріңіз келетін болса, осы нәрсеге жеткілеріңіз келетін болса, онда яғни сіздер бастауға дайынсыздар деген сөз.
значит біз предварительный консультациядан бастаймыз. Бұл консультацияда не болады ол? Бұл консультацияда мен сіздердің мүмкіншіліктеріңізді, возможностьтарыңызды, қолдарыңызда не келеді, қандай жерге дейін біз бара аламыз бірлесе отырып қандай формулаларды, қандай есептерді шығара аламыз, не істей аламыз. Жалпылама айтқанда осы нәрсені мен білемін сіздерден. Отырып, углубленно сұрап, қайта сұрақ қойып, консультация жетпей қалатын болса, немесе консультацияда бір 20 минуттан кейін тоқтатып қою керек, сіздерге бір-екі нәрселерді білу керек болатын болса, хорошо, біліп келіңіз, ертең жалғастырамыз, арғы күні жалғастырамыз, 3 рет, 4 рет солай. Міне осындай переговорный процесс, келіссөздер жүргізу арқылы біз жалпылама алғанда 1 сағаттың ішінде сізге не только ол кеңес беру, қалай жасаймыз, не істейміз, қандай ол ары қарай қадам, стратегия, былайша айтқанда міне жоспар құру. Жоспар дегеніміз нәрсе инструкция сізге. Міне сіз қалайсыз, виза алғыңыз келеді, мен айтқан 5 мың, 6 мың, 7 мың, 10 мың доллар 1-2 жылдан кейін документ жасатып алғаннан кейін ер кісілер особенно 15-20 мың долларға дейін ай сайын сол нәрселер тапқыңыз келеді. Міне табуға дейін біз не істейміз, қандай стратегия құраймыз, қадам-қадам шарттарменен, және оны әрқайсысын жасап бүйтіп галочка қойып отырады. Міне осы нәрсені біз предварительно бастапқы консультацияда шешеміз. Оған маған общий есеп деген уақытта тез жасаймыз, 1 сағаттың ішінде жеткілікті. Сол себепті ал консультация ол мынандай болмау керек. Сіздер звондадыңыздар, мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап беріп отырмын. Мынандай виза жақсы, мынаусы мынандай, бүйтіп жасайық, мынандай қылып жасайық деп. Мен ол нәрсені де жасадым. Мен әрбір жасаған жұмысымда 100% результатқа жеткізім келеді. Сол себепті осындай істеген жайым бар. Не үшін платно? Платно болған себебі сіздердің араларыңызда өте көп адамдар келеді, және де мен де өз-өзіме сенімді болғым келеді. То, что мен қазір сіздерге уақыт құртып, ішкі нәрсемді ақтарылып, барынша көмектескім келіп, істеп осы нәрсенің барлығы 1 сағат құртсам да, жүрегімді берсем де осы жерде. Бірақ сол жүрген бүкіл нәрсені назарымды аударған нәрсе түбінде маған да результат алып келетін нәрсе. Алып келетіндігіне, мен де сізде пайдада болатындығына мен сенімді болғым келеді. Сол себепті қымбат емес. Бұл және де қымбат болмаған себебі қазір оны айтамын. Сол себепті мен де уверені болғым келеді. Сіздер консультация жазылатын болсаңыздар, мен айтқан бағалар бар ғой, ары қарай көрсететін 20-дан аса қызмет бар. Одан да көп қызметтер жасай аламын. Сол бүкіл қызметтерге сіздерге скидка жүретін болады. Мысалы, виза $400 тұрады ма, консультациядан кейін $300. Содан кейін сіздер Америкаға келдіңіздер ма, күтіп алу керек, жұмыс табу керек, документ жасату керек па, там $500 ма, қызметі $300 төлейсіздер. Там Social Security Work авторизация, разрешение на работу, грин карта жасату керек, $2000 ма, сіздер $1700 төлейсіздер. Бір ғана консультацияға мысалы какой-то копейка төлеп, сіздер 1 жылдың ішінде Америкаға өздеріңіздің бағана айтқан бастапқыдағы жұмыстарға барлығына қатысты алатын қызметтеріңізге әрқайсысына скидка болу арқылы $1000, $1500 дейін экономдайсыздар. Міне бұл консультация, ақылы консультация дегеніміз, немесе былайша айтқанда бірлесе отырып телефон, видео арқылы стратегия құру ғой. Бұл нәрсеге сіздердің бастап келіскендеріңіз ол не только ақшаны экономдайды, бұл сонымен қатар біз нақты іс-әрекетке көшеміз. Сондай достар, барлығын сіздер жақсылап түсінікті болады деп ойлаймын. Қазақта бір мақал бар, шығын шықпай кіріс кірмейді дейді. Бұл жерде мәселе мен сіздерден бір какой-то копейка алып, болмаса бір ауаны, бір белгілі бір нәрселерді айту емес. Бұл жерде нақты мен өзім сенімді болғым келеді. Мен 100% результатқа жеткізгім келеді. Сондай өзімнің басымдағы, миымдағы тұрған есептерді үйістіп шешкім келеді сондай. Сол себепті достар, барлығын дұрысынан түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінген адамдарға болатын болса, респект, үлкен уважение. 1
Не дейміз, онда кеттік консультацияға жазылыңыздар. Давайте Американы, Канаданы бірге бағындырайық. Мен айтқан табыстарды, жоғары табыстарды табайық. Ел қатарлы, жұрт қатарлы өмір сүріп, өмірдегі не деген биік белестерге жеткізе берейік. Сол сіздермен болғанмен Сайлау Абди, сау болыңыздар.